Барлықтарына сәлем. Бүгін бізде жалпы белоктар биохимиясы туралы өтетін боламыз. Жалпы белок, яғни белок бізге не үшін қажет деп ойлаймын. Жалпы белокты біз не үшін білуіміз қажет. Жалпы белок бұл бізде адам организмін құрайтын ең маңызды бөлік болып табылады. Яғни, мысалға біз үйді құратын кезде ол жердегі ең маңызды, яғни тіректік қызметті атқарып тұратын ол бізде жаңағы кірпіштер, яғни осы адамның биохимиясындағы кірпіштер ол бізде белоктардан басталатын болып табылады. Яғни адамның организміндегі кірпіш бұл бізде белок болып табылады. Сол үшін бізде осы белоктарды білуіміз өте қажетті болып табылады. Келесі, бізде белок дегеніміз не? Жалпы белок дегеніміз, яғни тірі организмде кең таралып әртүрлі қызмет атқаратын және амин қышқыл қалдығынан тұратын органикалық заттар деп жаттап алайық, яғни мынаны қараңыздар. Тірі организмде кең таралатын, әртүрлі қызмет атқаратын, амин қышқыл қалдығынан тұратын органикалық заттар. Яғни белоктар барлық осы адамның тіндерінің негізі болып табылады. Және де осы адамның денесінің құрғақ затын бізде 50%-тен осы белоктың жаңағы белоктар құрайтын болып табылады. Және де адамда осы адамның организмінде 100 мыңнан астам белоктың түрлері бар болып табылады. Және де бізде осы белоктың құрамына тоқталайық. Жалпы белок, яғни молекулалық массасы 6000 дальтон деп атаған, яғни 6000 немесе кейбір кітаптарда 5000 дальтон деп те атаған. Оның құрамына келейік. Оның құрамы бізде көміртек бізде 50-50%, оттек 21-23, сутек 6-7, азот 0,3, бізде 5% құрайтын болып табылады. Одан кейін бізде, жалпы бізде амин қышқыл қалдығынан тұрады дедік. Енді амин қышқылына тоқталайық. Жалпы амин қышқылы бізде алмастырылатын және де алмастырылмайтын болып бөлінеді. Және де бізде осы адамның жаңағы белоктың құрамында 19 амин қышқылы кіретін болып табылады. Енді бізде алмастырылмайтын амин қышқылына тоқталайық. Яғни алмастырылмайтын амин қышқыл дегеніміз бұл адамның организмі оны синтездей алмайды. Сондықтан оны сырттан тағам арқылы түсіріп отыру қажет. Және де, яғни тағамдарды жеу арқылы бізде олар организмге түсіп синтезделіп отыру керек. Ал алмасатын амин қышқылдар дегеніміз бұл адам организмі оны синтездей алады, бірақ аз мөлшерде синтездейді. Сондықтан ол да тамақ арқылы түсіп отыру қажет болып табылады. Міне бізде амин қышқылдары алмастырылатын және де алмастырылмайтын. Алмастырылатынға аланин, аргинин, аспараген қышқылы, глицин, глютамин, серин, тирозин, цистеин жататын болса, ал алмастырылмайтынға валин, гистидин, изолицин, лицин, лизин, метионин, тиранин, триптофан, фенилаланин жататын болып табылады. Жалпы біз белоктың қызметтеріне тоқталайық. Жалпы белоктың бізде көптеген қызметтері бар, бірақ оның нақты қызметтеріне тоқталайық. Бізде құрылымдық қызметі қандай? Жалпы құрылымдық қызметі деген бұл, яғни белок өсімдіктердің, жануарлардың, микроорганизмдердің құрылымын қамтамасыз етіп отыратын бөлік болып табылады. Яғни құрылымдық бөлімі болып табылады. Екіншісі бұл бізде катализа қызметі. Катализдік деген бұл бізде метаболизм процестерінің жаңағы жылдамдығын анықтайтын биологиялық катализаторлар бар ғой, яғни олар бізде ферменттер. Ол ферменттер бізде осы адам организмінде 4000-ға жуық ферменттер болып табылады. Яғни осы ферменттердің барлығы бізде белокқа жататын болып табылады. Одан кейін бізде қоректік қызметі. Қоректік қызметі бұл амин қышқылының алғашқы синтезі, яғни өсімдіктерде болады. Ол өсімдіктермен бізде шөп қоректі жануарлар бар. Олар жеу арқылы өздеріне сол белокты түсіреді. Ал жануарлар, яғни ет қоректі жануарлар, жаңағы шөп қоректілерді жеу арқылы, яғни белокты түсіріп отырады. Ал бізде кейбір жаңағы адамның организмі жаңағы тағам арқылы түсіру үшін бізде жаңағы бізде ет қоректілерге жатамыз ғой, яғни бізде жылқының, қойдың етін жеу арқылы сол белоктарды организмімізге түсіріп отырамыз. Яғни қоректік қызметті тағы бізде адам эмбрион кезінде оның жаңағы қорегі белоктар болып табылады. Яғни эмбрион кезінде жаңағы пациент арқылы беріліп отыратын белок сияқты осы белоктық қызметтеріне жататын болып табылады. Одан кейін бізде тасымалдау қызметіне тоқталайық. Яғни белок
стероидтарды, витаминдерді, металдарды, тағы да басқа заттарды қан арқылы нысана ағзаларына тасымалдайды. Мысалға алатын болсақ, гемоглобинді алайық. Яғни гемоглобин қан арқылы нысана ағзаларға тасымалдайды. Яғни тасымалдау қызметтерін атқарады. Одан кейін бізде қорғаныштық қызметке тоқталайық. Қорғаныштық қызметі бұл адамдарда қорғаныштық жүйе, бұл иммундық жүйе, иммундық жүйе атқарады. Ал арнайы белоктық иммуноглобулиндер және де антидене бөледі. Яғни ол бізде организмде енген бактерия, микробқа қарсы жауабын синтездеп отырады. Келесі бұл бізде реттеуші қызметіне тоқталайық. Бұл бізде метаболизмге қатысатын фермент болып табылады. Ол зат алмасу процесстерін реттейтін гормондар болады. Және де гормондарды қабылдайтын рецепторда белок болып табылады. Яғни бізде реттеуші қызметі бұл бізде гормондар арқылы басқарып отырады. Ал гормондардың өзі бізде белокқа жататын болып табылады. Ал гормондар бізде қан арқылы нысана ағзаларына жетіп, организмімізді реттеп отырады. Электротрансформациялық қызметтерінде жатқызамыз. Жалпы бізде осы белоктардың пішініне қарай глобулярлы және де фибриллярлы болып екіге бөлінеді. Жалпы бізде осы қалай ажыратамыз, яғни глобулярлыға тоқталайық. Глобулярлы белок бұл бізде асимметрия коэффициенті 1-де және 2-де 8 болатын болса, ол глобулярлы. Бізде бұл топқа жататын белоктар шар тәрізді немесе эллипс тәрізді болады. Олар суға және тұздардың судағы ерітінділерінде жақсы еритін болып табылады, және олар жасушада динамикалық қызмет атқарады. Мысалға айтатын болсақ, катализдік, реттеу, қорғаныштық, тасымалдау сияқты қызметтерін атқарады. Ал егер, яғни бұл бізде глобулярлы, міне пішіні эллипс, шар тәрізді болып көрініп тұр. Бізде екіншісі бұл бізде фибриллярлы. Асимметриялық коэффициенті 10 немесе одан да жоғары болып табылады. Олардың тізбегі созылған, талшығы ұзын, жіпше тәрізді келетін болып табылады. Олардың құрылымдық қызметін атқарады және ерігіштігіне қарай, міне олар ұзын болып тұр. Олардың ерігіштігіне қарай бізде екіге бөліп қарастырады. Ерімейтін белоктар және де концентрлы тұз ерітінділерінде еритіндер болып табылады. Концентрлы тұз ерітіндерде еритіндер, яғни оларға бұлшықеттің жиылғыш белоктары, яғни актин, миозин және де тропомиозин жататын болып табылады. Сонымен қатар осы қанның құрамындағы фибриноген деп жатқызамыз осыған. Ал ерімейтін белоктарға бұл бізде склеропротеидтер, оған бізде шаштың, тырнақтың құрамындағы яғни белок кератин жатқызамыз, және де дәнекер тіннің эластинді талшықтары, коллаген белоктарын жатқызатын болып табыламыз. Және де келесі бұл бізде белоктардың гидролизденуіне тоқтайық. Жалпы белоктар жаңағы гидролиз өнімдеріне ұқсастығы, яғни гидролиз түрлеріне тоқталайық. Жалпы бізде белоктар гидролизге ұшырағанда полипептидке айналатын болып табылады. Және де осылар полипептидке айналса да, бірақ осының құрамында белоктық қасиетін сақтайтын болып табылады. Бізде белок гидролизденіп полипептидке айналады, полипептидтен амин қышқылына айналады. Яғни осы белоктың ең соңғы жаңағы өнімі бұл амин қышқылы болып табылады. Және де бізде осы полипептидтердің шығу тегіне және әсер етуіне қарай оларды 4-ке бөледі. Яғни ас қорыту процесіне қатысатын пептидтер, гормондық активтілігі бар пептидтер, қандағы жаңағы альфа-глобулиндерден түзілетін вазоактивті пептидтер және де нейропептидтер. Ас қорыту процесіне қатысатын пептидтер бұл гастерин, секретин және де гормондық активтілігі бар пептид бұл вазоперсин және де окситоцин АКТГ гормон жатады. Және де қандағы альфа-глобулиндерден түзілетін вазоактивті пептидтер бұл бізде ангиотензин, ал нейропептидтер, яғни бұлар синапстардың арасындағы болатын пептидтер болып табылады. Жалпы бізде құнды және де құнсыз белоктар болады. Құнды белок, яғни оның құрамында алмастырылмайтын 8 амин қышқылы бар белоктарды айтамыз. Жаңағы бізде алмастырылатын, алмастырылмайтын болып бөліге, сол ішіндегі алмастырылмайтын 8 амин қышқылының барлығы бар болатын болса, ол бізде құнды белок болады. Ал құнсыз белок, яғни құрамында яғни 7 болып тұр, бір алмастырылмайтын белок жоқ болып қалатын болса, онда ол бізде құнсыз белокқа жатқызатын боламыз.